бананды да каспи арқылы сатып жатқандар бар да ше. 99 теңге еще оны 3 айға рассрочка деген сияқты. Просто Ішімдік сияқты ғой. Ауызша қазақи қазақ пайский вариант. Съемка номер 1 кетті. Қайырлы күн қазақ елі. Бүгін бізде қонақта 3 кәсіптің тізгінін ұстап отырған бизнес-леди Жанар Айдарқызы. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз? Жақсы, көңіл күйіңіз? Керемет. Шашаңқы ондай емессіз ба? Жоқ. Ұйқы қанды ма? Қанды. Не ғой, Жанар ханым, қазір енді менің өзіме де қызықты, мемлекеттік тараптан атамекен жаңағы мекемесінен көптеген бағдарламалар бар екен. 2-3 миллионнан, 5 миллионнан астам ақша ұтып алуға болады деген, соған енді халықтың қызығушылығы деген тым жоғары. Соның жолдары қандай? Оңай ма жалпы? Әсем ханым, қараңыз, негізі мемлекеттен жас кәсіпкерлерге көптеген бағдарламалар бар, оның бірі 24 жылға дейін қолдау бағдарламасы. Атамекен негізінде бұл бағдарлама қалай жүзеге асады? Бұл бағдарлама негізінде кез келген кәсіпкер. Біз былай алайықшы, жас кәсіпкер дегенде көп сөйлейді, жастар деп ойлайды, ол жастар емес, именно кәсіпке енді келіп жатқан адамдар. Соларды қолдау мақсатында мемлекеттен 1.200.000 басталады, одан кейін бұрын 500 мың болатын, қазір 1.200.000, одан кейін бізде 5 миллион, 2 миллион, даже 20-80 миллионға дейін гранттар ұтып алуға болады. Сонда мынандай нәрсе бар, грант деген кезде көбісі ойлайды да, мен қанша процентпен қайтарамын деп сұрап жатады ше. Грант ол тегін берілетін нәрсе және ол қайтарымсыз. Жалпы оның шарттары негізі бар. Оған көбіне осал топтар дейміз ғой біз, яғни әлеуметтік осал топтар. Оның ішінде көпбалалы отбасылар болсын, және де оның ішінде біздің мүмкіндік шектеулі азаматтар дейміз, ерекше жандар дейміз. Сол кісілер тек қана бірінші топ мүгедектер емес. Себебі ол кісілер еңбекке жарамсыз табылады ғой. Қалған сондай отбасы тәрбиелеп отырған балалары бар отбасылар тоже осы неге қатыса алады. Және де екінші тарап бар ғой, енді біз сонда андай нәрсе ғой, біз анаған да кірмейміз, басқаға да кірмейміз, біз не істейміз деген сияқты. Егер де сіз жас кәсіпкер болсаңыз, мысалы 3 жылға дейін дейміз ғой, 3 жылға дейін сізде енді ғана ашылған кәсіпкер болсаңыз, онда сізде қатыса аласыз, ешқандай топқа жатпасаңыз да, бірақ сізде жобаңыз инновация болу керек. Инновация дегенде оны түсінбейміз ғой. Инновация десек, көп сөйлейді да, мысалы бір нәрсені, новый нәрсені ойлап табу деген сияқты, жоқ нәрсені шығару деген сияқты. Жаңалық ашу деп жүрміз ғой. Ашу деп. Ол жерде ондай жаңалық керек емес. Бұл жерде мысалы басқа мемлекетте бар нәрсе болуы мүмкін. Мысалы Сингапурда бір нәрсе бар. Бизнесқа болмаса Аргентинада мысалы мал шаруашылығы деп жатыр ғой, мал шаруашылығында андай бір нәрсе бар да. Сіз қойды телефонмен басқару деген нәрсе бар да. Ол жаңаша, бізде Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Алматы қаласында тем более жоқ та. Сондай нәрсені егер алып келетін болсаңыз, ол инновация болып есептеледі. Яғни бар нәрсе, бірақ біздің мемлекетте жоқ, или біздің қалада жоқ болса, оны алып келу инновация болып есептеледі. Қараңызшы, мен өзімнің туыстарым бар, көрші-қолаң, енді халықтың арасында жүрміз ғой. Былай ойлайды да, мемлекеттен ақша ұтып алсам, болды, той жасаймын, көлік алам, қалтада қалады, үйін ремонттаймын дейді. Сол мүмкін бе? Грантты ұтып аласың, бірақ өзіңнің бір мүддеңе жаратасың, кәсіпке емес. Әсем ханым, ол дұрыс емес. Негізі мемлекет тарапынан сізге 5 миллион бергеннен кейін ол сізді 3 жылға не қылады, қалай айтса екен, контрольда ұстайды, сізді қадағалайды, сізді тексереді. Сол үшін мен айтар едім, олай жасамаңыздар. Неліктен? Себебі ол ақша қайтар өндіріп алуы мүмкін. Егер ондай жағдай болған болса, мысалы егер ол кәсіпке кетсе, ол ақша қайтарылмайды. Егер сіз жеке мүддеңізге кетіп, ол анықталып жатса, онда оны қайтару керек болады. Енді қараңыз, көбісі ойлайды, халыққа қызмет көрсету орталығына барамын, сол жақтың қызметкерлері тіркеп береді, құжаттарды дұрыстап береді дейді. Алғашқы 3 қадам қандай? Осы грант ұтып алу үшін не істеу керек, қандай құжаттар жинау керек және қайда бару керек? Соңға барып шу шығарып жатыр деймін, бір апамыз. Апалар көп. Бұл жерде негізі ең бірінші қадам, сіз өзіңіздің бизнес жоспарыңызды жасау керексіз. Бизнес жоспар дегеніне осы жерде тоқталып өтейінші. Бизнес жоспар ол сіздің бизнесіңіздің былайша айтқанда қысқаша түсініктемесі. Оның өзінің формасы бар. Ол форманы сіз сайттан ала аласыз, яғни бізде
қолдау kz деген сайттан, болмаса Атамекен сайтында бар, болмаса еңбек kz сайтында осы именно проект қалай жазу керек. Ең бірінші қадам қолдау kz сайтына кіріп танысу, яғни ол қандай бағдарлама, одан кейін ол жерде үлгісі бар. Сол үлгіні алып бизнес жоспар жасау. Көбісі айтады, мысалы, бизнес жоспар қолымнан келмейді, жасай алмаймын дейді. Онда бізде қызмет көрсету мамандары бар. Оның бірі менмін. Бұл жерде бизнес жоспар деген ол үлкен құжатта, мысалы, сіз кәсіп ашқан кезде ең бірінші сіз қанша жылда табыс табасыз, оның ішіне не сатып аласыз, ол не үшін сізге 5 миллион теңге керек болды деген сияқты ғой. Мысалы, осындай оборудование сатып аламын, осы жаққа жұмсаймын, болмаса осындай техникаға керек деген сияқты оның барлық көрсетілуі керек. Ол қайдан сатып алады, оның характеристикасы қандай деген сияқты. Яғни осының барлығын сіз бизнес жоспарға енгізуіңіз керек. Егер де ол бизнес жоспарға енгізгеннен кейін тағы бухгалтерский отчет дейді, болмаса финансовый отчет дейді ғой, яғни қаржылық есеп болу керек. Қаржылық есепте, мысалы, сізге 5 миллион теңге берді, и сіз оны қанша уақытта өтейсіз. Яғни ол қайтарылмайды, бірақ сіз оны қанша уақытта ақтап аласыз деген сияқты ғой. Одан кейін қанша адам жұмыспен қамтамасыз етесіз. Тағы да атап өтейінші, ең бірінші шарт халықты жұмыспен қамтамасыз ету кәсіп ашқаннан кейін. Мемлекет сол үшін де ақша бөледі. Одан кейін екінші шартты атап өттім. Үшінші шарт ол қолдау kz-ге өзі бағдарлама ашылады белгілі бір уақытта. Ол жыл 12 ай ашық болмайды. Тек көктем және күз айларында ашық болады. Осы көктем күз айларында өзі алдын ала қолдау kz-де Атамекенде шығарылады. Оны бізде көптеген, мысалы, менің парақшамда да атап өтемін, мысалы, Қызылорда қаласында қазір болып жатыр, 19-на дейін, Алматы қаласында ашылып жатыр, қыркүйектің 15-іне дейін қабылдау болады. Осындай хабарландыруды естігеннен кейін барып сайтқа өтінім береді. Сайтқа өтінім береді, не үшін, егер соңға барып жүр, ол жайдан жай шыққан жоқ ол нәрсе. Себебі сол кезде құжаттардың барлығын ЕКОФ қызметтері арқылы алады. Яғни егер көп балалы туралы анықтама, егер де мысалы кәсіпкер болса, кәсіпкер туралы анықтама, талон дейміз ғой, соның барлығын алып, жинап, 12 құжат бар, сол 12 құжат жинап, электронды түрде тапсыратын болады. Яғни қараңызшы, кез келген адам бұны өзі орындай алмайтын сияқты, бір маманның көмегіне жүгінетін сияқты. Әйтпесе бұның талаптары, машақаты оңай емес, сауат керек, білім керек. Сіз айтып отырған сайттарды кәдімгідей дұрыс жіберілмей қалу бар. Сіздің маман ретіндегі өзіңіздің жағы қызметіңіз қанша, және де қандай кәсіпкерлерді қолға алып, көмектесіп жатсыз, қанша грант ұттыңыздар? Өте күшті сұрақ. Қараңыздар, бізде мен өзімнің орталығым бар, Жанар Айдар орталығы. Бұл жерде біз осы қызметтерді көрсетеміз, яғни бір проект жасау үшін біз 4-5 күн жібереміз. Ол жерде бізде мынандай нәрсе бар ғой, енді қазақпыз ғой, келеді да, мен тігін цехым бар дейді да, и маған бизнес проект жасап бер дейді. Ешқандай инновация жоқ, оған біз өзіміз инновацияны қосамыз. Кейбір кезде сондай жағдайда болып жатады ше. Просто келеді, қызмет көрсетесіздер ғой, сіздер өздеріңіз жасай салыңыздаршы деп кететіндер бар да. Мен айтамын, техника қайдан аласыз, мен тігінші емеспін, ол білмеймін деген сияқты. Жалпы бізде қызмет құны нарықтағы бағадан төмен. Себебі нарықты зерттеген кезде, конкуренттер зерттеген кезде 500 мың мен 280 мыңның арасы, ең төмен баға 240 мың теңге. Бүкіл жұмыс соның ішінде ғой. Барлық жұмыс соның ішінде. Менің қызметім дәл қазіргі таңда 150 мың теңге. Яғни бұл жерге не кіреді? Бұл жерге біз бизнес жоспар жасаймыз, қаржылық есебін жасаймыз. Бұл жерде бізде 4 маман отырады, бухгалтер отырады, оның ішінде өзім отырамын, Одан кейін бұл жерде сізге сопровождение дейді. Сопровождение ол қалай? Мысалы, сізге бизнес проект жасап беріп, біз сізге давайте енді өзіңіз қатысыңыз, салон істей алмаймыз да, потому что ол адам оны қорғай алмайды. Сол үшін біз ол адамға презентациясын дайындап береміз. Примерно қойылатын сұрақтарды дайындап береміз алдын ала, солай дайындап, ол кісімен бірге барып, проектіні қорғауға көмектесеміз. Енді проект қорғауға келген кезде көп мамандар тоже ренжіп жатады. Қалай, мысалы, дайын нәрсені береміз. Мысалы, 4-ші курста есіңізде бар шығар, диплом қорғайсыз. Кейбіреулер диплом сатып алады да, ештеңе айта алмай тұрады ғой. Тура сол сияқты кейбір кісілер бар. Оқымайды, дайындалмайды, и барады да, қалай болса солай сөйлейді деген сияқты. Бұл жерде де дұрыс сөйлеу деген нәрсе бар, дұрыс жауап беру деген нәрсе бар. Оның барлығын біз үйрететін боламыз.
яғни бұл жерде келген адамдар қалай істейді, проект қорғауға барған кезде біз ол кісінің жанында боламыз, сопровождать етеміз. Осының барлығы сол 120 мың ішіне кіреді. Біздің осы бар процесс. Шығын өз-өзін ақтап жатыр ма, әлде сіз қазір өзіңіздің атыңызға немесе клиентті жинап алуға жұмыс істеп жатырсыз ба? Мен айтар едім, негізінде менде басты мақсат ақша болған жоқ. Неліктен себебі қазіргі таңда ақша табу жолдары өте көп та. Менің ең басты мақсатым, қолдауға келгендегі басты мақсатым, ол қазіргі таңда халықтың көп сауатсыз осы тұрғысында. Біз қазіргі таңда тегін тікелей эфирлер өткізіп жатырық, тегін білім беріп жатырық та, бұл мынандай нәрсе ғой, халықты сауаттандыру деп алар едім. Себебі 120 мың теңге егер 4 маманға бөлсек, 35 мың, 30 мың теңгеден шығады былай қарағанда. Негізгі мақсат сол халыққа пайдалы болу. Сіздің көмегіңізге жүгініп, бірақ грант ұта алмай қалғандар бар ма? Ондай жағдайда ақша қайтарыла ма? Бізде грант алмай қалған жағдайлар болды әрине. Бұл кезде қалай болады? Мынандай нәрсе, бизнес жоспар жасаған кезде біз қалай грант ұтамауы мүмкін? Екі жағдайда. Оның біріншісі, егер бизнес проект дұрыс емес болса, екі іріктеуден өтеді ғой. Мысалы, сіз бірінші бизнес проектіңізді тіркейсіз, оны іріктеп алады олар, қорғауға жібереді. Бізде мынандай жағдай болды, іріктеп алынып, қорғауға барған кезде адам ми фактордан өте алмай қалғандар болды. Ондай жағдайда біз ақшасын қайтармаймыз, неліктен себебі бұл жерде келесі қорғауға ол кісі сол проектпен бара алады. Түсінесіз ба? Яғни ол бизнес проект, бір бизнес проект жасатады да, ол 16 регионда сол проект қорғап жасап болады. Қандай керемет, жақсы. Және келесі жылға да жарай береді. Иә, келесі жылға. Сіздер келісімшартқа отырасыздар ма? Иә, біз әлде ауызша қол алысу? Біз арнайы келісімшартқа отырамыз. Бізде өзіміздің юристпен жасалған келісімшарт бар. Ол жерде барлық көрсетіледі. Айтады, үтір нүктесіне де көрсетіледі. Өйткені болды бізде басында деген ауызша қазақи қазақпайский вариантпен келісімшартқа отырмай жасаған кезде көп аузымызды ұмытып қалған кездер болды. Сондықтан бәрі заңды түрде. Сіз егов қызметтер деп айтып қалдыңыз, жаңағы талон алады, кезекке тұрады, сондай бір құжат алу үшін енді уақыт кетеді. Енді Алматыда қандай екенін білмеймін, Түркістандықпын, база істемей қалды, жарық өшіп қалды, апалар тұрады, әжелер тұрады, қолында баласын ұстаған әйелдер тұрады. Жалпы халыққа қызмет көрсету орталығы өзінің міндетін дұрыс атқарып жатыр ма, әлде бұл мемлекетке келтіріп жатқан бір шығын, халықты қинап жатқан бір мекеме ма? Мен айтар едім, негізі егов қызметі Қазақстанда бұл нәрсе Ресейде жоқ та. Бұл нәрсе, даже біз айтамыз, Жапонияға қызығамыз ғой, Жапония керемет дамыған мемлекет. Бірақ ол жерде тек өлді деген қағаз тіркеу үшін, адам өлді деген қағазын тіркеу үшін 740 документ жинайды. Жапонияда 740 документ жинайды. Адамды қайтыс болу туралы анықтама алу үшін. Ал Қазақстанда ол барлығы қазіргі таңда цифрландыру дейді ғой, цифрлық жүйеге келді. Тіпті қазір Каспий болсын, Халықбанк болсын, өзінің қызметтерін алып жатыр еговтың. Енді бұл жерде мен айтар едім, егов қызметтері негізі жауып тастаған дұрыс деп. Неліктен? Себебі егов қызметтері жапқан кезде біз не ұтамыз? Мынандай нәрсе ғой. Егер сен бір жағдай туғызбасаң, қиындық туғызбасаң, адам өспейді. Егер біз осыны егов қызметтер жабатын болсақ, онда кез келген адам осы тұрғысында сауатты болады. Егов қызметін жабу керек па? Халыққа қызмет көрсету орталығын жабу керек па? Халыққа қызмет көрсету орталығын, яғни соны жабу керек. Ал бірақ базаны қалдыру керек. База ол керек. Мен дұрыс түсіндірмедім ғой деп ойымда. Бұл жерде егов қызметтері қазіргі таңда телефонмен де, қазір телефонмен отырып, біз 15-ге жуық қызмет ала аласыз. Бұл жерде не үшін олай айтып жатырмын, себебі бізде көптеген мен осы уақытқа айтып білім басқармасында істеген, именно осы техникалық бөлімде цифрландыру дейді ғой. Сол кезде біз тегін білім бердік та, адамдар келмейді. Біз айтамыз, компьютерді үйренесіз, егов қызметтерін үйретеміз, келіңіздер десе қиын болды да адам үшін ал. Сондықтан, егер сондай жағдай туғызса, онда бізде оқытатын орталықтар жақсы ашылатын еді да, халық әрқайсысы сауатты болатын еді.
хотя бы немесе жеке кәсіпкерлік дамитын сияқты, мысалға жеке мекемелер ашылады, сол эго қызметі бойынша халыққа қызмет көрсететін, әрі олар ақша табады, әрі жаңа кезекке тұру, мына мен өзім шаршадым бар ғой, ресепшнге барасың, дұрыс түсіндірмейді, сандаласың, жаңағыдай перечень документов деп архитектураға бір жібереді, жер қатынастарға бір, солар айтады дейді да, солардан сұрайсың, юстицияға барасың, сосын барып халыққа қызмет көрсету орталығына барасың, қарап отырсаң, білмеймін, өзімді доп сияқты сезінемін да. Сондықтан да сізден сұрап жатқаным, бітпейтін процесс негізінде барлығы егов қызметтерінің ішінде барлығы бар да, бүкіл база. Яғни біз халыққа айтуымыз керек, өздеріңіз сауаттарыңызды ашыңыздар. Себебі 21-ші ғасыр қазіргі таңда. Хотя бір үйде бір адам сауатты болу керек қой, егов қызметі бойынша. Сізбен толық келісемін. Қазір енді трендте болып жатқан платформа ол Wildberries деген сұмдық, енді шулатып жатыр, масқара ой, енді миллионер болып кетіп жатыр, миллиардер болып кетіп жатыр, бір затты қойып, сонша табыс тауып жатыр. Бұл ақиқат па әлде көзбояушылық па? Бұл әрине ақиқат, себебі бұл жерде 180 миллион адам бар, тұтынушылары 180 миллион. ТМД мемлекеті бойынша номер 1 дейміз ғой. Яғни басқа платформа жоқ, оған конкурент болатындай. Бұл жерде кез келген адам, даже қарапайым азаматтарда осы платформаны үйреніп арқылы табыс тауып отыр. Яғни бұл қалай? Қараңыздаршы, мысалы біз Каспиді білеміз ғой, тура Каспи сияқты бұл жерде бір жақсы кез келген товарды сата аласыз. Енді бәрі ойлайды да, келіп ауыздар күйіп жатқандар да бар ғой. Яғни бұл платформаға келіп алып, елдер миллион тауып жатыр екен, мен де таба қаламын деп келеді да, адамдар 40 миллион айына таптым дегендер бар. Иә. Масқара ғой, бұл сұмдық 40 ақша ғой. миллион, 100 миллион айын тауып жатқандар бар біздің қазіргі таңда нарықта. Енді олар қалай тауып жатыр деген сұрақ туындайды ғой. Ең бірінші бұл жерде Wildberriesте карточка береді. Сонда бәрі ойлайды да, мысалы мен бір товарды алып қойсам, и болды сонымен. Тоқталып қалды да. Енді қараңыз, ең бірінші нарыққа анализ жасамайды бізде ешкім. Аудитория зерттемейді. Бізде қалай? Бізде бірінші бастаймыз. Сосын что-то болмай жатыр, нарықты зерттейікші деген сияқты әңгіме ғой. Сол үшін ең бірінші бұл жерде не істеу керек? Ең бірінші нарықты зерттеу керек. Яғни белгілі бір товар табу керек та, қай товар кәсіпорында өтімді. Мысалы бар товарлар, кейбір товарлар болады, срок өтіп кетеді. Мысалы ол жеткізу уақыты 14 күнге дейін. Оны да ескеру керек та. И көбісі мысалы басында миллиондаған ақшалар құйып қояды да, ол ақша бір аптадан кейін түседі ғой оның счетына, когда жеткеннен кейін түседі ғой, ал оны ойластырмайды олар. Сондықтан осындай қателіктер жіберіп жатады да, и көбісі минусқа кетіп жатады. Сосын Wildberriesте мынандай нәрсе да, ол жерде сізді егер де бір товарды сіз жеткізбесеңіз, сразу сізді черный списокке қойып тастайды, қара тізімге. Яғни сіздің ол товарды келесіде соны сата алмайсыз. Себебі ол жерде барлық жағдай клиентке жасалған, кәсіпкерлерге емес. Түсінесіз бе? Енді қазіргі таңда өткенде бір күннің өзінде Алматы жабылып қалды ғой. Сол бір күннің өзінде қарап отырсақ, бізде Астанаға кеткен товарлар сыймай жатыр да. Бұл нені көрсетіп отыр? Қазір нарықтың өсіп жатқанын көрсетеді. Действительно, вот қазір Wildberries, себебі Россия қазір жабық барлық жағынан. Қай жақ арқылы алады? Қазақстан арқылы алады да. Бұл үлкен мүмкіндік. Оны мектептегі оқушыларды үйреніп алса болады негізінде. Бірақ мен түсінбейтінім, қараңызшы, сен базардағы енді товарды базардан оптымнан аламызды қоясың. Соны бір басқа қалаға, басқа мемлекетке жібересің. Просто бұл жерде онлайн заказ алу деген бір клиенттердің тарапынан бір психологиялық бір байлау бар емес па? Онлайн товар алу деген нәрсе, ол өмірді жеңілдету ғой, проблемасын шешу ғой, былайша айтқан кезде. Әлде бұл платформада мүлде ерекше заттар қойыла ма? Мен өзім кіріп көрмегенмін, сол қызық болып жатыр да. Бұл платформада барлық заттар бар. Сіз барахолкада қандай заттар көресіз, соның барлығы бар да. Киім де бар, аяқ киім де бар, телефон да бар, тіпті бар бізде адамдар деген срок өтіп кететін заттарға салып тастайды ғой. Ойламайды да, мысалы осы уақытта оның срок бітеді ау деген сияқты. Бұл жерде барлық қызмет, барлық товар түрі бар. Клиенттердің тарапына дегенмен, бірақ кәсіпкерлер жақсы табыстауға болады. Бұл жерде егер де сіз сауатты болсаңыз, тағы да соған келіп тіреледі. Сіздер мысалы, мен айтар едім, кез келген азаматқа, сен бизнесқа келіп жатсың ба, бір платформаға келіп жатсың, бірінші білім алшы деп ше. Неліктен? Себебі біз көбіне күйіп, көбіне ақшасы жоғалтатындар, которые келіп өзім үйреніп аламын деген нәрсемен ғой. На самом деле осы Wildberriesте ең жақсы нәрсе көп табыс табу үшін
бірнеше карточка ашу керек та. Біз бір карточканы ашып алсақ ертең қарап отырамыз, қашан ақша түседі деген сияқты, қашан миллион түседі деген сияқты да. Ал ол жерде бірнеше карточка тұру керек. Сауат деп қалдыңыз, бір арнайы оқытатын курстар я болмаса мамандар бар ма? Мысалға көбісі енді орта жас аға буында бизнестер бар, енді 40-тан 50-ден асқан жаңағы ағаларымыз болсын, әпкелеріміз болсын, бірақ компьютерді қосуды білмейді, программамен жұмыс істеуді білмейді, басын қатырғысы келмейді. Бұндай жағдайда қараңыз, бізде біздің орталықтың негізгі функциясының бірі ол біз кез келген кәсіпкер егер де бізге келіп келісімшартқа отыратын болса, Вайберс болсын, Каспи болсын, біз ол кісілермен келісімшартқа отырып қызмет көрсетеміз. Яғни ол кісі басын қатырмайды, қай жақтан заказ түсіп жатыр, қайда жіберем, болмаса ол қай жақта еді деген сияқты. Ол кісіден тек қана товар ғана қажет. Мысалы, сіз морозильник сатасыз делік та, сіз морозильникті маған бересіз, характеристикасын, суретін бересіз, болды, аға, сіз бас қатырмайсыз оған. Мен сізге айтамын, только мына жаққа жеткізу керек, болды, жіберу керек, цехқа неге апарыңыз, складқа, и все. Понимаете? Бұл жерде біз адамдардың өмірін былайша айтқан кезде барлық адаммен сауатты болу мүмкін емес. Себебі олардың уақыттары да жоқ, бизнесмендердің әсіресе, үлкен орта буындардың. Сол үшін біз сондай қызметтер түсініп отырмыз қазіргі таңда. И бәрі айтады, маған сонда қандай пайда дейді. Мынандай нәрсе ғой, мысалы, мынау стаканның өзі нарықтағы бағасы, бұрын сататын бағасы 1000 теңге болуы мүмкін, ал бұның оффтың бағасы 500 теңге. Біз осы 500 теңгенің 10% аламыз. Яғни біз бұл жерде жабаққа отқан жоқ, біз бұл жерде біз результатқа жұмыс жасаймыз. Яғни қандай результат көрсетеміз, соған байланысты өзімізді жалғап шығарамыз. Каспи деп те өзіңіз айтып қалдыңыз. Қазір енді Каспи деген бір жақсы болды ғой. Тек қана супермаркетқа бармайсың, көшеде жаңа жүрмейсің, күннің ыстығында немесе суықта үйде отырып заказ бере бересің. Мен бірақ осы бизнестің ішкі кухнясын түсінбеймін да. Олар қаяқтан товар алады, қалай қояды, қалай клиентке жеткізеді, жалпы структурасы қандай Каспидің? Каспидің негізгі структурасы ол жерде жаңа айтқандай тура Вайберс сияқты, бірақ та бұл Қазақстандағы нарық үшін. Бұл жерде оңай. Вайберске қараған кезде кез келген адам үйреніп алуға болады. Себебі неліктен қазіргі таңда бұрын біз Каспи магазин ашу үшін Каспидің өзінен, яғни приложениесінен жасайтынбыз. Ал қазір Каспи Пей деген нәрсе бар, ол Каспи Пей деген кезде көбісі шатасып жатады. Каспи Пей ол сіздің оплата қабылдайтын неңіз, құралыңыз. Енді қараңыз, осы құралда қазіргі таңда кез келген товар, ол алтын болсын, ол тіпті бар ғой, мен айтар едім, тіпті ол жерде бананды да Каспи арқылы сатып жатқандар бар да, ше. 99 теңге, еще оны 3 айға рассрочка деген сияқты. Бұндай да қызметтер бар да. Бұл жерде барлық Магнумның қызметтері, барлық бізде кез келген техникалар, алтын болсын, оның ішінде, допустим, мебельдер болсын, жиһаздар болсын да, осының барлығы Каспи магазинге товарларын салып алады. Мүмкін сізде цех болса, қандай да бір цех болса, сіз соны салып сата аласыз. Бұл жерде Каспиде мынандай нәрсе бар, сертификат қажет ететін товарлар бар. Көп сөйледі, барлық товарға сертификат қажет екен, мен оны қайдан аламын, мен не істеймін деген сияқты. Негізі сертификат беретін орталықтар бар. Ол тура уайымдамау керек. Және де ол Каспиде ең бірінші сатуға тиімді товарлар бар. Олар жиһаздар, олар айфондар, өте жақсы техникалар. Одан кейін ол бізде алтындар. Алтынды никогда адамдар қалай айтса, налым алмайды, сразу ақшаға алмайды. Кез келген адам оны рассрочкаға алады, бөліп төлеуге алады. Сондықтан алтын болсын, жиһаз болсын, мен өзім кейстермен атап өтейін. Бізде жиһаз қазіргі цехы бар. Біз 2021-де бастадық, бірақ үлгермей қалдық сезонға. 22-де салып бастаған кезде упрощенка деген нәрсе бар ғой бізде салықта, сіз жеңілдетілген дейді ғой, ол жерде сіз 62 миллионнан аспау керек товар оборот. Біз когда Каспиді қосып енді жүргізген кезде 2 айдың ішінде бізде 62 миллион толып қалды. Ойлаңызшы, 2 айдың ішінде біз жиһаз сату арқылы 62 миллион товар оборот жасап тастадық. Содан кейін барып, тағы да мынандай нәрсе, осы кезде айтып кетейін, көптеген кәсіпкерлер сол үшін товар салмай жатыр да қазір. Менің 60 миллион болып қалды, 50 миллион болып қалды, тоқтатып қояйын деген сияқты. Оның да жолы бар. Қазіргі таңда бухгалтер қызметтер бар. Яғни ол жерде сіздің товар айналысы емес, именно сізге түсіп отқан табысты есептеп беретін. Яғни бұл жерде қалай
бағдарлама бар, ол жерде күнделікті енгізіп отырады сіздің товарыңызды, и сіздің товарыңыздан түскен табыс есептеп отырады. Сол табыс есептеген кезде бір жылға 62 миллион деген ол нормальный нәрсе да, былай айтқанда жасауға болады солай. Одан кейін Каспий магазинде тағы бір жақсы, ол жерде доставка деген нәрсе өздерінен болады. Мысалы басқа қалаларға болатын болса тез да. Одан кейін өзіңіз доставка жасасаңыз болады. Мысалы көбісі ойлайды да, мысалы мен Каспий магазин, мен аяқ киім сатамын дейді, 12%-пен ашып алады да. Мен айтамын, не үшін десем, мен аяқ киім сатамын ғой дейді ше. Негізінде Каспий магазинді бір ғана категориямен ашып, барлық товар сатуға болады. Қараңызшы, қазір 21 ғасыр жаһандану дейміз, өнер, білім, ғылым дамыған заман дейміз. Шын мәнінде клиент үшін де, кәсіпкерлер үшін де бір тиімді бір уақыт кезең болып жатыр да. Дегенмен қазіргі уақытта Қазақстанда орта және шағын бизнестің хал жағдай қалай, сіздің өзіңіздің жеке пікіріңіз? Мен негізі университетте экономика кафедрасында сабақ беремін. Негізгі мамандық мұғалім да. И экономика бойынша қазіргі таңда Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлік енді аяқ басып келе жатыр. Мен ойлаймын, 20-80 миллион теңге қазір бөліп отқаны сол шағын кәсіпті орта кәсіпке айналдыру дейді ғой, яғни кішкене үлкейту деген сияқты. Себебі бізде қазіргі таңда жеке кәсіпкерлер көп, өте көп. Қазіргі таңда екі адам біреуі әйтеуір жеке кәсіппен айналысады, қандай да бір да. Бірақ орта кәсіп деген нәрсе бізде қалып бара жатыр. Осыны қалыпқа келтіру үшін мен ойлаймын, тағы да басқа да бағдарламалар қосу керек. Себебі неліктен бізде қалай әркім өзі үшін істегісі келеді да. Бұрын КСРО кезінде қалай болды, КСРО кезінде ортақ болды барлығы. И барлығы мысалы өндіріс үлкен болды да. И сол жерде бірнеше адамдар жұмыс істеді. Қазір бәрі жеке бөлініп алғанда қандай да бір холдинг болсын, қандай да бір байланыс жоқ. Егер де осындай байланыс орнататын болса, онда жеке орта кәсіп дамитын еді. Мен айтпаймын жеке кәсіптің жағдай қазір жаман деп. Жоқ, жеке кәсіптер Құдайға шүкір көтеріп келе жатыр. Тек орта кәсіпті көтеру керек. Қараңызшы, қазіргі уақытта завод, фабрика ашу, өнім шығару ұтымды ма? Әлде басқалай табыс табуға бола ма? Қалай ойлайсыз, алып сатар ма, сауда саттық па, әлде біз өнім шығаруымыз керек па? Қазіргі таңда мен айтар едім, өндіріс жасау ұтымды. Неліктен? Себебі өндіріс ол қандай да бір шикізатты өндіру ғой. Негізінде егер сауда саттық деген нәрсе, оның бар уақытша нәрсе. Мысалы дайын затты бір мемлекетке барып, өзің елінде сата салу қазір бір трендке айналып кетті. Былайша айтқан кезде оны мен кәсіп деп айтпас едім негізінде. Негізінде кәсіп деген нәрсе ол белгілі бір затты өндіріп жасаушы ғой. Ал дайын затты сатып, ол алып сатарлар, бұл бизнес деуге келмейді негізінде бар ғой. Біз қазір бизнесмен деп жүрміз ғой кісілерді. Негізі ол бизнес деуге жатпайды. Егер де сіз қандай да бір өндіріс жасайтын болсаңыз, ол өндірістің өмір сүру ұзақтығы жоғарырақ болады. Яғни ұзағырақ өмір сүреді, және де ол пайдасы көбірек болады. Мысалы, жақында мен осы тұста айтып өтейін. Жақында бізде бір қыз келді, тоже жас кәсіпкер. Сонда айтады да, идеясы фри жасау дейді. Яғни қазіргі таңда Қазақстанда біз Беларусиядан алады екенбіз фриді. Ойлаңыздаршы. Біз Беларусиядан алып келеміз, Қазақстанда ешкім өндірмейді екен фриді. Біз Беларусиядан алып, соны шикізат ретінде алып, соны пісіреді екенбіз. Енді қараңыздар, былайша айтқан кезде, егер сол өндіріс алатын болса, Алматының өзінде қаншама ресторан, кафелер бар, қаншама донер пісіретін орталық бар. Былайша айтқан кезде үлкен табыс алып келетін да. Сен біреуден алып сату деген жаңа ғой, сол Беларусиядан алып, екінші өндіріс қылып жасау деген сияқты. Егер де біз өзіміз өндіретін болсақ, оның өмір сүру ұзақтығы жоғары болады, және де пайдасы көбірек болады. Жанар ханым, екеуміз енді бизнесте жүрміз, екі облыста. Дегенмен қазіргі уақытта нәзік жандылар осы бизнеске келгенде тым белсенділік танытып жатқан сияқты. Енді бұрын біліктің заманы болса, қазір білімнің заманы ғой. Вайлберстің өзін нәзік жанды әйел кісі шығарған ғой. Осында үлкен ауқымды, мысалға, жандай нарыққа сондай бір платформаны істі мысалға енгізді, ТМД елдері бойынша. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, бизнес нәзік жандылар үшін ба? Мынандай нәрсе ғой, бизнес негізі ер адам ісі да. Нәзік жандылар дегеніміз, мынандай сен бизнесқа келген кезде ер адамның іс-әрекетіне келесің, ер адам ретінде бизнесті жүргізе алмайсың. Бұл жерде мен айтар едім, кім батыл,
соның бизнес жүреді. Ол ер адам болсын, әйел адам болсын. Бірақ та жаңа айтасыз, білімділердің заманы деп жатсыз ғой. Әйел адамдар білімге жақын болады ғой. Сондықтан қазіргі таңда білім маңызды болғандықтан кәсіп әйелдердікі болып кетті да. Негізінде ең дұрысы ер адамдардың жасаған. Әлде біз ескі менталитеттен арылуымыз керек па? Мысалға Еуропада жаңағыдай әйел демек ер кісі демек, тіпті сіз айтып отырсыз, Жапонияда да ондай емес екен. Сен әйелсің, сен ер азаматсың деп онда бөліп жармайды екен. Мүмкін бізде сол менталитеттен алшақтауымыз керек па? Мысалға әйел кісіде жеке тұлға, бірақ дегенмен ер кісілердің осы әйел кісі бизнесте жүрген қазақ қоғамы қабылдай бермейтін сияқты. Егер де рухани тұрғысынан алған кезде, жаңа сіз айтып жатқандай, негізі әйел азаматтар мен ер азаматтардың қоғамға тигізетін пайдасы бірдей да. Бұл бөлу дұрыс емес деп есептеймін өзімде. Неліктен? Себебі кез келген ол әйел адам болсын, ер адам болсын, оның қабілетіне байланысты ғой. Бизнес жүргізу қабілетіне байланысты. Сол үшін қазіргі таңда әйел адамдардың бизнесқа келуінің өзі мынандай нәрсе бар ғой, ер адамның артында жақсы әйел тұрса, әйелдер не үшін бизнесқа келіп жатыр? Себебі қазіргі таңда біздің ер азаматтарымыз кішкене слабый болып бара жатыр да. Соның кесірінен негізі өзіме де ұнамайды бұл статистика, бірақ соның кесірінен келіп жатыр да. Мысалы мен өзім бизнесқа келуімнің де негізгі себеп сол. Отбасылық жағдайға байланысты да. Себебі қоғамда қазіргі таңда сен табыс таппасаң, қазіргі таңда өмір сүру қиынырақ та. Мысалы Алматы қаласының өзінде, егер де сенде жоқ деген 300 мың теңге минимальный табыс болмаса, сен как будто бүкіл әлемде қалып отқан сияқтысың да. Менің бұл бизнесқа кәсіпке келуімнің негізгі себебі осы қалай айтсам екен, балалардың болашағын жасау үшін дейді ғой. Екі баланың анасы. Иә, екі баланың анасымын, өзім асырап жатырмын. Қазір екі баланы. Сонымен қоса тағы да екі бала бар, которые менің қамқорлығымда. Олар кімдер? Олар менің жиендерім. Өзім қамқорлығыма алғам. Сонымен 4 баланың анасымын ғой, былайша айтқан кезде Алматы қаласында. 4 баланы асырау өте қиын. Сол себепті бизнесқа келіп жатырмыз. Дегенмен адам өзін ұмытпау керек қой, өзіңізге инвестиция құясыз ба? Мен өзіме өте жақсы құямын инвестиция. Неліктен? Себебі мен негізі процесс дейді, білім алу процесі маған өте қатты ұнайды. Сол үшін мен соңғы 1,5 жылдың ішінде 2 миллионнан аса 4 миллионға жуық инвестиция құйдым. Ол көбісі ойлайды да, инвестиция құю деген біреулер ойлайды, киім алу, шопинг деп ойлайды, біреулер саяхат деп ойлайды. Сіздіңше өзіңе инвестиция құю деген не? Меніңше ол өзіме инвестиция құю деген өзін дамыту. Яғни, егер сен қаншалықты өзіңді дамытасың, қаншалықты сен өзіңе білім құясың, меніңше білім ол да. Қаншалықты білім құясың, соншалықты сенің бағаң өседі деген сияқты ғой. Мысалы, сен 1 миллионның білімін алдың ба, сен табысың 1 миллионнан төмен болмайды деген сияқты. Мысалы, мен осы тұста тағы да айта өткім келеді. Қазіргі таңда ақша табу проблема емес қой. Бірақ сол ақша дұрыс пайдалану проблема болып жатыр ғой. Мысалы, болады, Байберс болсын, Каспи болсын, өзінің клиенттерім бар да. Бірінші келеді бизнесқа, миллион теңге табады да барады шопинг жасайды. Миллион теңге табады да барады да қымбат жерге барып тамақ ішеді, бәрін жасайды. Ол адам как нәпсісі ғой. Кейбір адамға ол ұнайтын болуы мүмкін да. Даже бір кезде мынандай жағдай болған, бір психологтан білім алып жатсам айтады да. Білесіз бе, менің табысым қай кезде өсті дейді. Сын қай кезде десем, мен дейді просто өзімнің қымбат гостиницалар бар ғой. Қымбат гостиницаларға барамын да, сол жерде 1 сағат ұйықтасам мен табысым өседі дейді. Түсінесіз бе, яғни просто өзім үшін 1 сағат арнасам сол жеткілікті дейді да. Ол сервиске байланысты. Жанар ханым, бүгінгі күнде нағыз кәсіпкер кім? Нағыз кәсіпкер ол заман ағымына ілесе алатын адам ғой. Жаңа білімді игере алатын адам. Бүгін енді уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сізбен бір керемет, душевный әрі бизнес жайлы сұхбат болды деп ойлаймын. Бүгінгі бағдарлама осымен тамам. Сіздердің міндетті түрде пікірлеріңізді, лайк басуларыңызды және тіркеулеріңізді күтемін.